Римдіктерге арналған хат. Бірінші тарау. Иса Мәсіхтің қызметшісі Паулдан дұғай сәлем. Мәсіх мені елші болуға шақырып, Құдайдың ізгі хабарын жариялауға бағыштап тағайындады. Осы хабарды жіберем деп, Құдай ежелде өзінің пайғамбарлары арқылы киелі жазбаларда уәде берген болатын. Бұл ізгі хабарда Құдайдың рухани ұлы туралы сөз болады. Ол адам ретінде Дәуіт пайғамбардың әулетінен шыққан еді. Ал оның құдайлық қасиетіне келсек, Құдай оны қайта тірілтуі арқылы өзінің рухани ұлы екенін зор құдіретпен дәлелдеді. Ол иеміз Иса Мәсіх. Құдай өз рахымымен бізге Мәсіхтің арқасында және оның атының даңқы үшін елші болуды әрі барлық ұлттардың адамдарын оған сеніп мойын сұнуға шақыруды тапсырды. Сол адамдардың ішінде сендер де барсыңдар. Себебі Құдай сендерді Иса Мәсіхпен тығыз байланыста болуға шақырды. Мен сәлемімді Құдайдың Римдегі барлық сүйіктілеріне, яғни оның қасиетті халқы болуға шақырылғандарға жолдаймын. Сендерге Құдай әкеміз және иеміз Иса Мәсіх рахымын жаудырып, амандық пен тыныштық сыйлай берсін. Сендердің сенімдерің туралы хабар әлемнің шар тарабына тарап жатқандықтан, ең алдымен бәрің үшін Иса Мәсіх арқылы Құдайыма ризашылығымды білдіремін. Мен Құдайдың рухани ұлы туралы ізгі хабарды жариялап, шын жүрегіммен қызмет етіп жүрмін. Құдайдың өзі мынаған куә. Оған сыйынған сайын сендерді үнемі еске аламын. Оның еркімен маған енді қастарыңа баруға жол ашылса екен деп мінәжат етемін. Себебі өздеріңді көруді қатты аңсаудамын. Сендерді күшейту үшін рухани дарындарыммен бөліссем, яғни сендермен болған кезімде Құдайға деген ортақ сенімімізді көріп, бір-бірімізді жігерлендірсек деймін. Қымбатты бауырластар, сендерге шынын айтайын, өздеріңе бірнеше рет бармақшы болдым. Бірақ әр жолы маған әлдене бөгет болып отырды. Өзге жерлердегі басқа ұлттардың арасында болғанымдай, мен сендердің де араларыңда еңбек етіп, соның рухани жемісін көргім келеді. Гректер мен басқа ұлттарға, білімділер мен білімсіздерге ізгі хабарды жариялау менің парызым. Сондықтан Римде тұратын сендерге де оны уағыздауға деген ықылас менде жетерлік. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен яһудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарын да құтқаратын Құдайдың құдіреті. Себебі Құдайдың адамдарды ақтау жолы мынадан білінеді. Ол басынан аяғына дейін сенімді қажет етеді. Пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер бар ғой. Сенімі арқылы ақталған адам шынайы өмір сүреді. Құдай көктен адамдардың барлық азғындығы мен әділетсіздігіне қарсы өз қаһарын білдіреді. Себебі олар әділетсіз істері арқылы шындықты аяққа басады. Құдай туралы білуге болатын шындық адамдарға белгілі. Мұны оларға оның өзі білдірген. Өйткені Құдайдың көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүние жаратылғаннан бері айқын. Бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар Құдайды біле алмадық деп сылтаурата алмайды. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп, шүкірлік еткен жоқ. Керісінше, адамдар түкке тұрғысыз ойға берілді. Содан саналарын қара түнек басып, наданға айналды. Өздерін ақылдымыз деп жүріп, шын мәнінде ақымақ болып шықты. Осылай, олар мәңгі тірі Құдайдың ұлылығына табынудың орнына, ажалды пенденің, құстың, төрт аяқты не бауырымен жорғалаушы жануардың мүсіндеріне құлшылық ететін болды.
Сондықтан да Құдай оларды көңілдері ынтыққан азғындықтың былығына батырып жіберді. Осылай олар өз тәндерін өздері қорлауда. Өйткені адамдар Құдай туралы шындықты мойындамай, жалған тәңірлерге сыйынып келеді. Жаратушы иеге бас ұрып, ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етеді. Ал жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық. Әумин. Сол себептен де Құдай адамдарды өздерін қорлайтын құмарлықтарға батырып жіберді. Араларындағы кейбір әйелдер табиғи жыныстық қатынасты табиғи емес қатынаспен ауыстырды. Дәл солай, кейбір еркектер де әйелдермен табиғи қатынасты қойып, бір-біріне құмарлықпен ынтығып, азғындық істейтін болды. Олар тура жолдан тайып кеткендіктерінің тиісті жазаларын өз бойларында тартып жатты. Бұған қоса мұндай кісілер Құдайды танудың қажеті жоқ деп шешті. Сондықтан ол соларды бұзық пейілдерінде қалдырып, ұятты нәрселер істеуге тастады. Олардың тұла бойлары тоңған әділетсіздік, бұзықтық, дүниеқорлық, залымдық, қызғаншақтық, кісі өлтіруге құмарлық, даугестік, алдамшылық және арам ниеттілік. Олар жасырын жамандап, ашық та өсектегіш, Құдайды жек көретін, күш көрсеткіш, өргөкірек, мақтаншақ, жамандықты ойлап тапқыш, ата-анасын сыйламайтын, санасыз, опасыз, тасбауыр, мейірімсіз жандар. Осындай күнәлар жасағандардың тартатын жазалары, өлім деген Құдайдың әділ үкімін сол адамдар біледі. Әйтсе де олар бұларды өздері істеп қана қоймай, солармен айналысатын басқаларды мақұлдап та отырады. Римдіктерге арналған хат, 2-ші тарау. Сондықтан, ей, басқаларды айыптаушы адам, кім болсаң да сен ақтала алмайсың. Өзге біреуге айып тағып тұрып, өзіңе үкім айтасың. Себебі оны айыптаған сен де сол сияқты күнәлар жасайсың. Ал сондай істермен айналысатындарды Құдай әділдікпен соттайтынын білеміз. Ей, пенде, егер өзің де айналысқан жаман істер үшін басқаларды айыптасаң, сонда қалай? Құдай сотынан құтылам деп ойлайсың ба? Әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетінін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлылығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе? Бірақ сен жүрегіңді қасарыстырып, теріс жолдан қайтудан қыңырлана бас тартасың. Осылай Құдайдың қаһары төгіліп, әділ үкімі жарияланатын күні өзің тартатын жазаңды ауырлатасың. Киелі жазбада мына тәрізді сөздер жазылған. Құдай әркімге істеген ісіне қарап, қарымтасын қайтаратын болады. Тәңір алдында игілікті істерінен таймай, ұлылыққа, құрметке және өз есімін мәңгі өшірмеуге тырысқан кісіге ол мәңгілік өмір сыйлайды. Ал өзімшіл болып, шындыққа емес, әділетсіздікке мойынсынып жүргендерді Құдайдың зор қаһары күтіп тұрады. Жамандық істеген әркімді алдымен Құдайдың таңдап алған халқынан шыққан Яһудиді, сондай-ақ басқа ұлт адамын да азап пен қысым күтіп тұр. Ал игілік істейтін әркімді алдымен Яһудиді, сондай-ақ басқа ұлт адамын да ұлылық, құрмет, амандық пен тыныштық күтіп тұр. Себебі Құдай ешкімнің бет жүзіне қарамайды. Таураттағы Құдайдың заңын білмей, күнә жасағандарға сол заң қолданылмай-ақ тозаққа үкім шығарылады. Ал Таурат заңын біле тұра күнә жасағандар сол заң бойынша сотталады. Заңды тек естігендер емес, оны орындап жүргендер ғана Құдай алдында ақталады.
Таурат заңы жоқ басқа ұлттар өз еріктерімен оның талаптарын орындаса, онда олар өздерінің сол заңсыз-ақ не істеп, не қою керек екенін білетіндіктерін көрсетеді. Осы арқылы олар Таурат заңының талаптарының өз жүректерінде жазулы екенін дәлелдейді. Бұған олардың ар-ждандары куә. Демек, оларды іштей қаралайтын, немесе ақтайтын осы ұждандарынан туған ойлары соған куә. Ал адамдардың бәрінің жасырын істері мен ойларына үкімді Құдай қиямет соты күні Иса Мәсіх арқылы шығарады. Мен уағыздап жүрген ізгі хабар осыны білдіреді. Сен яһуди екеніңді айта жүріп, Таурат заңына сүйеніп, Құдаймен ерекше байланыста тұрғаныңа мақтанасың ба? Оның еркін білесің, Таураттан тәлім алып, ненің жақсы жаман екенін анықтай аласың. Өзіңді соқырларға жетекшімін, қараңғыда адасқандарға жарықпын, надандарға тәрбиешімін, сәбидей білімсіздерге ұстазбын деп ойлайсың. Өйткені Таураттан нақты білім мен шындықты таптың. Сонымен сен басқаларды үйретіп жүрсең де, қалайша өз іліміңді өзің ұстанбайсың? Ұрлама дей тұра ұрлағаның не? Неке адалдығын бұзба дей тұра, оны өзің бұзғаның қалай? Жалған тәңірлердің мүсіндерін жек көресің, алайда неліктен өзің Құдайға тиісті құрметті көрсетпейсің? Таурат заңымыз бар деп мақтанғанмен, сол заңды бұзып, Құдайды қорлайсың. Сол сияқты пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер айтылған. Басқа ұлттардың арасында сендерге бола Құдайдың аты қорланады. Ал сүндет рәсіміне келетін болсақ, егерде Таурат заңын қалтқысыз орындап жүрсең, ол рәсім пайдалы болар еді. Бірақ сүндеттелген сен бұл заңды бұзып жүргендіктен, сүндеттелмеген басқа ұлт адамынан сенің қай жерің артық? Егер сол адам Таурат заңының талаптарын орындап жүрсе, өзі сүндеттелмеген болса да, сүндеттелген болып есептелмей ме? Ей, яһудилер! Сондықтан да басқа ұлт адамдары сендерді айыптайтын болады. Сендер Тауратты және сүндеттеу рәсімін ұстанғандарыңа қарамастан, заңды бұзып жүрсіңдер. Ал олар сүндеттелмеген болса да, кейбіреулері оның талаптарын орындайды. Сырт бейнесінде емес, жан дүниесінде Құдайдың адамы болған ғана оның таңдаулы халқына жатады. Сондай адамның сүндеттелуі сырттай, яғни тәнінде ғана емес, жан дүниесінде болу керек. Бұл рухани жаңартылу жазылған заңнан емес, киелі рухтан пайда болады. Ондай кісіні адам баласы емес, Құдайдың өзі мадақтайды. Римдіктерге арналған хат, 3-ші тарау. Олай болса, яһуди болудың артықшылығы не? Сүндеттелудің пайдасы қандай? Деп сұрауларың мүмкін. Әрине, яһудилердің қай жағынан болса да артықшылықтары бар. Ең алдымен, Құдайдың сөзі ата-бабаларымызға сеніп тапсырылды. Рас, олардың біразы Құдайға адал болған жоқ. Ал олардың адал болмағандығы Құдайдың өз уәдесіне деген адалдығын жоя ма? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше, адамдардың барлығы бірдей өтірікші болса да, Құдай берген сөзінен таймайды. Бұл туралы Забурда мынадай сөздер жазылған. Осылай, айтқандарының әділ екені көрінеді. Сен айыпталғанда жеңімпаз болып шығасың. Егер біздің әділетсіздігіміз арқылы Құдайдың әділдігі айқындала түссе, не деуіміз қажет? Онда Құдай бізге қаһарын төккенде,
әділетсіз болып шықпай ма? Мұны адамдық тұрғыдан айтып отырмын. Жоқ, мүлдем олай емес. Құдай әділетсіз болса, қалайша әлемді соттаушы болалар еді? Егер мен әділетсіздік жасаған сайын, Құдайдың адалдығы мадақталып, оның даңқы артатын болса, онда неге мен әлі де күнәһар деп айыпталамын деп қайсы біреудің айтуы да мүмкін? Әлде жақсылық шықсын деп жамандық істей берейік деуге бола ма? Жоқ, болмайды. Ал кейбіреулер бізді осылай тәлім берді деп жала жауып жүр. Олар Тәңірдің үкіміне лайық. Сонымен қалай болды? Басқалардың алдында Яхуди халқынан шыққан біздердің артықшылығымыз бар ма? Жоқ, ешқандай. Яхудилер де, басқа ұлттың адамдары да бірі қалмай күнәнің билігінде екенін жоғарыда дәлелдедік. Киелі жазбаларда бұл туралы мына тәрізді сөздер бар. Бірде-бір әділ кісі жоқ, ақылды ешкімде жоқ, Құдайға бет бұратын да жоқ. Бәрі тайып кетті теріс жолға, әбден бұзылып кетті бірігі барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанда. Арандары олардың көрдей ашық, майда тілдерімен айтады жалғандық. Сұр жыланның уы тілдерінен тамад, аузынан шыққандар қарғыс, өтірік, жалғандық. Аяқтары жазықсыз қан төгуге асығады, олар жүрген жерлерін қиратып, азап шеккізеді. Татулық дегенді олар білмейді, Құдайды қастерлейтін ниеттері жоқ. Ал Таурат заңының күллі ережелері оған бағынышты адамдар үшін күшінде екенін білеміз. Сондықтан басқа ұлттардың да, Яхуди халқының да барлық адамдары ешбір сылтау таппай үндері өшеді. Осылай бүкіл адамзат та Құдай алдында күнәлі болып сотталатын болады. Себебі Таурат заңын орындау арқылы бірде-бір адам Құдай алдында ақтала алмайды. Керісінше, сол заң адамның күнәлі екенін әшкерелейді. Ал енді Құдайдың адамдарды ақтау жолы көрсетілді. Бұл жолға заңды ұстанудың қатысы жоқ. Ол туралы Таурат пен пайғамбарлар жазбалары білдірген еді. Құдай Яхуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсікке деген сенімдері арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құралақан қалды. Бірақ олар Құдайдың рақымы мен Мәсіхтің бұлардың төлемдерін төлеп, құтқарғанының арқасында тегін ақтала алады. Құдай Мәсіхті күнәлердің құнын өтеуші құрбандық етіп көрсетті. Соның қаны төгіліп, құрбан болғандығына сенгендерді Құдай кешіреді. Құдайдың әділдігі осы арқылы айқын көрінеді. Себебі ол бұрыннан бері шыдамдылық көрсетіп, адамдарға күнәларына лайықты жазаларын дереу тартқызбай жүрген еді. Ал қазіргі заманда ол өзінің әділдігін осылай дәлелдейді. Құдай әділ, ол Исаға сенуші әркімді ақтап алады. Ал енді мақтануымызға бола ма? Мақтанатын түгіміз жоқ. Не себептен бұлай? Игі істер жасау арқылы ақтала аламыз ба? Жоқ, сену арқылы ғана ақтала аламыз. Сонымен біз адам заң бойынша жасаған игі істер арқылы емес, сенімі арқылы ғана ақталады деген қорытындыға келеміз. Әлде Құдай тек Яхудилердің Құдайы болып, басқа ұлттарды қабылдамай ма? Әрине қабылдайды. Ол басқа ұлттардың да Құдайы ғой. Себебі жалғыз бірақ Құдай бар. Ол сүндеттелген Яхудилерді де, сүндеттелмеген халықтарды да
сенімдері арқылы ақтап алады. Біз адамдар сенім арқылы ақталады деп, Құдайдың заңын күшінен айырамыз ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Керісінше, біз Құдайдың заңының күшін нығайтамыз. Римдіктерге арналған хат, 4-ші тарау. Ал енді, түп атамыз Ыбырайым туралы не дейміз? Ол осы мәселеде не тапты? Егер Ыбырайым өз игі істері арқылы ақталған болса, онда ол мақтана алар еді. Бірақ Құдай алдында емес. Тауратта Ыбырайым жаратқан иеге сенді. Сондықтан жаратқан ие оны өзінің алдында ақтады деп жазылған. Мысалы, егер біреу еңбек етсе, онда ол жалақыны сый ретінде емес, тиісті ақы ретінде алады. Ал егер адам Құдай алдында ақталу үшін өзінің игі істеріне сүйенбей, күнәһарды кешіретін рахымды Құдайға сенімін артса, онда ол осы сенімінің арқасында ақталады. Құдай еңбегіне қарамай-ақ ақтаған сондай адамның бақытты екендігін Дәуіт пайғамбар да айтқан. Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған қандай бақытты әрбір жан. Иеміз мойнына кінә артпайтын қандай бақытты әрбір жан. Бұл бақыттылық тек сүндеттелген яһудилерге ғана ма, әлде сүндеттелмеген халықтарға да арналған ба? Әрине, бұл халықтарға да арналған. Біз жоғарда Ыбырайым ата Құдайға артқан сенімінің арқасында ақталды дедік. Ол қашан ақталды? Сүндеттелмес бұрын ба, әлде кейін бе? Сүндеттелгеннен кейін емес, оған дейін ақталды. Демек, Ыбырайым осы рәсімді орындау арқылы ақталған жоқ. Кейінірек қана Құдай Ыбырайымға сүндеттеу рәсімін орындауды бұйырды. Осы рәсім Ыбырайымның Құдайға деген сенімі арқылы ақталғандығын бекітетін белгі іспеттеді. Ал бұл сенім Ыбырайымда сүндеттелмей тұрғанда-ақ болған. Сонымен Ыбырайым кейінгі замандарда сүндеттелмей-ақ Құдайға сеніп ақталатындардың рухани түп атасы. Бұған қоса Ыбырайым Мәсіхке сенуші яһудилердің де түп атасы. Бұлар сүндеттеу рәсімінен өтіп қана қоймай, атамыз Ыбырайым сүндеттелмей тұрған кезде-ақ жүрген сенім жолына да түсті. Құдай Ыбырайым мен оның ұрпақтарына жер бетін иемденулері жайында уәде берді. Бұл уәде Ыбырайымға заңды ұстанғаны үшін емес, жаратқан ие сөзінде тұрады деген сенімі арқылы ақталғаны үшін берілді. Егер адамдар Құдайдың берген уәдесіне тек заңды ұстану арқылы ие бола алса, онда сенімнің ешбір пайдасы және уәденің ешқандай күші болмас еді. Заң оны мүлтіксіз орындамаған кісіні Тәңірдің қаһарына ұшыратады. Ал заң жоқ жерде оны бұзу да мүмкін емес. Сонымен Құдайдың уәдесі сенімге байланысты. Осылай бұл уәде оның рахымымен беріліп, Ыбырайымның бүкіл ұрпағы үшін Таурат заңы бар яһуди сенушілері үшін ғана емес, Ыбырайым сияқты Құдайға сенім артқан басқа ұлттар үшін де күшінде тұрады. Ыбырайым жаратқан иенің еркімен бәріміздің рухани түп атамыз. Тауратта мен сені көптеген халықтардың түп атасы етіп тағайындадым деп жазылған ғой. Ал Ыбырайым өлгендерді қайта тірілтетін және жаңа нәрселерді жоқтан жарата алатын Құдайға сенімін артты. Үміттенетін еш шара қалмаған
кездің өзінде Ыбырайым үмітін үзбей, сенімінде берік тұра берді. Сондықтан да ол: «Сенің үрім бұтағың да осындай сансыз көп болады» деген уәде бойынша көптеген халықтардың рухани түп атасы болды. Жасы 100-ге келіп қалған Ыбырайым өз денесінде ешқандай күш қалмағанын, әйелі Сараның да құрсағына бала бітпейтін жақсы білгенімен, уайымдап, сенімін әлсіретпеді. Қайта Ыбырайым Құдайдың уәдесіне күмәнданбай, оған деген сенімінен қуат алды. Осылай, ол Тәңірдің өз уәдесін орындай алатынына қалтқысыз сеніп, оған құрмет көрсетті. Сондықтан да жаратқан ие оны өзінің алдында ақтады деп жазылған. Жаратқан ие оны ақтады деген сөз Ыбырайымға ғана емес, бізге де қатысты. Біз иеміз Исаны қайта тірілткен Құдайға деген сеніміміз арқылы ақталамыз. Құдай иеміз Исаны күнәміздің құнын өтеу үшін құрбандыққа қиды, және ақталғандығымызды дәлелдеу үшін қайта тірілтті. Римдіктерге арналған хат. 5-ші тарау. Сонымен, иеміз Иса Мәсіхке деген сеніміміз арқылы ақталғандықтан, оның арқасында Құдаймен татумыз. Құдайдың осы рақымына бізге Иса Мәсіхтің арқасында сенім арқылы жол ашылды. Енді Құдайдың рақымына бөленіп, салтанатты ұлылығын көреміз деген үмітімізге қатты шаттанамыз. Ие, тіпті азап шегіп жүрсек те шаттан аламыз. Себебі азаптың бізге шыдамды болуды үйренуге көмектесетінін білеміз. Шыдамдылықтан сенімділік туады, ал сенімділік бізге үміт береді. Бұл үміт алдамшы қиял емес, өйткені бізге сыйлаған киелі рухы арқылы Құдай жүрегімізді өзінің сүйіспеншілігіне кенелтті. Ақталуға ешқандай шарамыз болмай тұрғанда, Мәсіх Құдай алдын ала белгілеп қойған уақытында күнәһар біздер үшін жанын қиды. Тіпті әділ біреу үшін өмірін құрбан ететін ешкім жоқ іспетті. Тым болмағанда шынайы ізгі адам үшін бірен-саран кісі өмірін қиюға даяр болуы мүмкін. Дегенмен, әлі де күнәһар болып жүрген кезімізде біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Енді біз Мәсіхтің қаны төгіліп, құрбан болғандығы арқылы ақталған соң, оның арқасында Құдайдың қаһарынан мәңгілік құтқарылатынымыз да сөзсіз. Себебі бұрын біз Тәңірге әлі де қас болған кезде, оның рухани ұлының өлімі арқылы Құдаймен татулассақ, енді татуласқандар ретінде Мәсіхтің өмірі арқылы толықтай құтқарылатынымыз сөзсіз. Бұл ғана емес, біз иеміз Иса Мәсіх арқылы Құдайдың өзіне қатты шаттанып та жүрміз. Өйткені Мәсіхтің арқасында онымен татуластық. Бұдан шығатын қорытынды мынау: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады. Әрине, Мұса арқылы Таурат заңы берілгенге дейін де дүниеде күнә болған, ал заң жоқ жерде күнәлар адамның мойнына артылмайды. Бірақ та өлім адам атадан Мұсаның заманына дейін өзінің билігін жүргізіп келді. Дәл адам атаның Құдайдың анық бұйрығын бұзғаны сияқты,
күнә жасамағандарға да өлім билігін жүргізді. Адам атаға қарайтын болсақ, кейінірек келген Мәсіх жайында көп нәрселерді жақсырақ түсіне аламыз. Алайда, Құдайдың беретін сыйын және адам атаның күнә жасауын салыстыруға болмайды. Сол бір кісінің күнәсі арқылы бүкіл адамзат ажалды болды. Ал Құдайдың рахымы және оның бір кісінің, яғни Иса Мәсіхтің рахымы арқылы берген сыйы одан қаншама зор. Осы сый көптеген адамдарға молынан тиді. Құдайдың адамды тегін ақтауы мен адам атаның күнә жасауы басқа жақтан қарағанда да тең емес. Адам атаның жасаған бір күнәсінен кейін Тәңір кінәлісің деген үкімін шығарды. Ал адамзат жасаған көп күнәлерден кейін ол ақталдың деген тегін сыйын берді. Күнә жасаған бір кісі, адам ата арқылы өлім бүкіл адамзатқа билік жүргізіп келеді. Сол сияқты Құдайдың шексіз рахымын және әділдіктің тегін сыйын қабылдағандар бір кісі, Иса Мәсіх арқылы өмірде билік құрады. Сонымен, бір кісінің күнәсі бүкіл адамзатқа өлім жазасын алып келді. Ал өзге бір кісінің әділ ісі оған сенушілердің бәрін ақтап мәңгілік өмір сыйлады. Бір кісінің Құдайға мойын сұнбауы көптеген адамдарды күнәһар етті. Дәл солай, басқа бір кісінің Құдайға мойын сұнуы арқылы көптеген адамдар ақталады. Ал Таурат заңы болса, күнә туралы түсінігіміздің көбейе түсу үшін берілді. Бірақ күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рахымы одан да асып түсті. Сонымен, күнәнің адамзатты билеп төстеп, өлімге алып келгеніндей, Құдайдың рахымы да билік құрып, адамдарды ақтап, иеміз Иса Мәсіх арқылы мәңгілік өмірге жеткізеді. Римдіктерге арналған хат. 6 тарау. Бұдан қандай қорытынды шығады? Құдай күнәләрімізді кешіретіндіктен, оның рахымы молайсын деп, күнә жасай берейік пе? Жоқ, олай істеуге болмайды. Өлген адам күнә жасамайды ғой. Біз, сенушілер де, сол өлген адамдай күнәға жоқ болдық. Қалайша бұдан бұлай күнә жасап өмір сүрмекпіз? Өздерің жақсы білесіңдер. Иса Мәсіхпен тығыз байланысқан бәріміз, онымен бірге рухани өлдік. Шомылдыру рәсімінен өткеніміз соны білдіреді. Демек, Мәсіхпен тығыз байланысқанда, біздер онымен бірге рухани өліп жерлендік. Сонымен, Құдай әке өзінің ұлы құдіретінің арқасында Мәсіхті өлімнен қайта тірілтіп, жаңа өмір бергендей, біз де енді жаңаша өмір сүруіміз керек. Себебі, біз осылай рухани тұрғыдан Мәсіхпен бірге өліп, күнәлі өмір салтымыздан бір жола бас тартқан болсақ, енді өлімнен қайта тірілген Мәсіхпен тығыз байланыста тұрып, жаңаша өмір сүрейік. Мынаны білеміз ғой. Бұрын өзіміз кім болсақ, сол күнәһар болмысымыз Мәсіхпен бірге айқышта өлді. Осылай, біздің күнә билеген болмысымыз күшінен айырылды. Сондықтан, енді күнәнің құлы емеспіз. Өйткені адам өлгенде, күнәнің билігінен босатылады. Ендеше, біз Мәсіхпен бірге рухани өлгендіктен, онымен байланыста өмір сүретімізге де кәміл сенеміз. Себебі, өлімнен тірілген Мәсіх енді қайтып өлмейді. Бұдан бұлай өлім
оған билігін жүргізе алмайды, мұны білеміз. Мәсіх өлгенде күнәға бір жола жоқ болды. Енді ол Құдайдың құрметі үшін өмір сүреді. Сендер де өздеріңді күнәға жоқпыз, енді Құдайдың құрметі үшін Иса Мәсіхпен тығыз байланыста өмір сүреміз деп есептеңдер. Сондықтан күнә ажалды тәндеріңді билемесін, яғни тәндеріңнің күнәлі құмарлықтарына еріп кетпеңдер. Дене мүшелеріңді күнә жасау үшін қолданып, әділетсіздіктің құралы етпеңдер. Қайта, сендер рухани өлімнен шынайы өмірге өтіп келдіңдер. Сондықтан өздеріңді Құдайдың қызметіне арнап, дене мүшелеріңді де оған бағыштап, оларға әділ істер істетіңдер. Күнә сендерге билігін жүргізбеу керек, себебі сендер енді Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар. Бұдан қандай қорытынды шығады? Біз Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынғандықтан күнә жасай берейік пе? Жоқ, олай істеуге болмайды. Сендер білесіңдер ғой. Егер біреуге бағынып, оның еркін орындасаңдар, онда сол қожайындарыңның құлы боласыңдар. Сол сияқты сендер не мәңгілік өлімге апаратын күнәға құл боласыңдар, не Құдайға мойынсынып, әділдікке қызмет етесіңдер. Құдайға шүкір, сендер бұрын күнәнің құлы болғанмен, енді алған тәлімнен тапқан ақиқатқа бет бұруға шын жүректен шешім қабылдадыңдар. Күнәнің үстемдігінен босағанда, әділдіктің құлы болдыңдар. Түсініктеріңнің әлі де аз екенін ескеріп, осы қарапайым сөздерді қолданып отырмын. Бұрын сендер дене мүшелеріңді әділетсіздіктің құралы қылып, арамда заңсыз нәрселерге қызмет еткізгендерің сияқты, енді Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүру үшін дене мүшелеріңді әділдікке қызмет етуге арнаңдар. Күнәнің құлы болып жүргенде, сендер әділдіктің билігінде болмадыңдар. Сол кездегі өмір салттарыңнан қандай нәтижелер көрдіңдер? Олар қазір өздеріңде ұялатын істер еді. Солардың ақыры мәңгілік өлім. Енді сендер күнәнің үстемдігінен босатылып, Құдайдың қызметіне кірдіңдер. Бұның өнімі Құдайға бағышталған қасиетті өмір. Ал түпкі нәтижесі мәңгілік өмір. Күнәнің беретіні мәңгілік өлім, ал Құдайдың беретін сыйы иеміз Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы мәңгілік өмір. Римдіктерге арналған хат. 7-ші тарау. Қымбатты бауырластар, сендер заң туралы білетіндіктен айтып отырмын. Заң адамға оның көзі тірісінде ғана билігін жүргізеді. Соны білесіңдер ғой. Мысалы, тұрмысқа шыққан әйел күйеуінің тірісінде оны тастап кетсе, бұнысы неке заңына қарсы. Бірақ күйеу өлсе, әйел оған қосқан заңның ықпалынан босайды. Сонымен, егер бір әйел күйеуін тірі кезінде тастап, басқа еркекпен тұрса, ондайды неке бұзушы дейді. Ал күйеуі өлсе, әйел неке заңынан босайды. Бұдан кейін басқа біреуге қосылса, неке бұзушы болып саналмайды. Сол сияқты сендер де, бауырластарым, Мәсіхтің тәні өлгенде рухани тұрғыдан онымен бірге өлдіңдер. Сонымен Таурат заңын орындау міндетінен босадыңдар. Енді сендер басқа біреудің қарамағындасыңдар. Ол өлімнен қайта тірілген Мәсіх.
Сондықтан біз Құдайға қызмет етіп, рухани жеміс бере аламыз. Біз әлі де ескі күнәһар болмысымыздың билігінде жүрген кезде, заңның өзі бойымызда күнәлі құмарлықтарды қоздырып оятты. Осылайша, біз нәтижесі өлім болатын нәрселерді істеп келдік. Ал енді, біз өзімізді байлап қойған Таурат заңын орындау міндетінен босатылдық. Себебі рухани тұрғыдан өліп, оған жоқ болдық. Ендеше, Құдайға бұрынғыдай тек заңның баптары бойынша емес, киелі рухтың жетелеуімен жаңаша қызмет етеміз. Бұдан қандай қорытынды шығады? Бойымыздағы күнәлі құмарлықтарды қоздырып, оятқандығына бола, Таурат заңы күнәлі ме? Жоқ, мүлдем олай емес. Бірақ заң болмаса, күнә жасағанымды білмес едім. Мысалы, Таурат заңы басқаның иелігіне сұқтанба демесе, сұқтанудың күнә екенін білмес едім. Алайда, күнә жағдайды пайдаланып, осы өсиеттің көмегімен менің бойымдағы күнәлі құмарлықтардың әр түрін қоздырды. Заң болмағанда, күнә туралы білім болмас та еді. Бір кезде заңды білмей өмір сүрдім. Ал заңның өсиеттерін естіген соң, мен күнә туралы түсіне бастап, рухани тұрғыдан өлгенімді, яғни Құдайдан ажырағанымды білдім. Осылай, Құдайдың нағыз өмірге жөн сілтейтін өсиеті маған өлім алып келді. Себебі күнә жағдайды пайдаланып, мені еліктіріп, рухани өлімге душар етті. Ендеше Таурат заңы қасиетті, өсиет те қасиетті, әділ және игі. Сонымен, осындай игі заң маған рухани өлімді, яғни Құдайдан ажырауды әкелгені ме, деп біреудің сұрауы мүмкін. Жоқ, мүлдем олай емес. Қайта күнәлі құмарлық игі заңды пайдаланып, өлім әкелді. Бұл күнәнің шын мәнінде нағыз жаман, жексұрын нәрсе екенін өсиет арқылы анық көрсету үшін осылай болды. Таурат заңының Құдай рухынан шыққанын білеміз. Ал мен пенде ретінде күнәлі құмарлықтардың құлдығындамын. Не істеп жүргенімді өзім де түсінбеймін. Қалағанымды емес, керісінше, жек көретінімді істеп жүрмін. Ал өзім қаламайтын қылықтарды істегендіктен, Таурат заңының игі екенін іштей мойындаймын. Онда жаман нәрсені істеген мен емес, бойымдағы күнәлі құмарлық. Менің бойымда, яғни ескі күнәһар болмысымда, жақсылық жоқ екенін білемін. Сондықтан да жақсылық жасағым келсе де, оны жүзеге асыратын күшім жоқ. Осылай, мен қалаған игілікті емес, қаламайтын жамандықты жасаймын. Ал енді, өзім қаламайтын жамандықты жасағанымда, бұны істеген мен емес, бойымдағы күнәлі құмарлық. Осылай, мен байқаған заңдылық мынау. Жақсылық жасағым келсе де, бойымдағы жаман құмарлық қарсы тұрады. Іштей Құдай заңына ризамын. Бірақ бойымда басқа бір заңдылықтың да бар екенін байқаймын. Ол ақыл ойым қалайтын жақсылыққа қарсы шығып, мені бойымдағы күнәлі құмарлыққа кіріптар етеді. Сорлы басым-ай, өлім әкелетін күнәлі тәнімнен мені кім құтқара алады? Құдайға шүкір, иеміз Иса Мәсіх арқылы бойымыздағы күнәлі құмарлықтың құлдығынан құтқарыла аламыз. Сонымен жағдайым мынадай. Ақыл ойым мен Құдайдың заңын орындағым келеді. Ал ескі
күнәһар болмысымның кесірінен күнәлі құмарлыққа кіріптермін. Римдіктерге арналған хат. 8-ші тарау. Енді Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. Олар өздерінің ескі күнәһар болмысының емес, Құдайдың киелі рухының қалауына сай өмір сүреді. Себебі Иса Мәсіхпен тығыз байланыстырып, жаңа өмір сыйлаған киелі рух мені күнәлі құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен азат етті. Біздің ескі күнәһар болмысымыз Таурат заңын мүлтіксіз орындауға дәрменсіз болғандықтан, осы заң істей алмағанды Құдайдың өзі істеді. Ол өзінің рухани ұлын күнәміздің құнын өтеп, құрбандық болу үшін күнәлі біздердің денеміздей денемен осы дүниеге жіберді. Біздің күнәмізге бола Құдай оған үкім шығарып, оның денесіне өлім жазасын тартқызды. Ондағы мақсаты біздің ескі күнәһар болмысымыздың еркі бойынша емес, киелі рухтың еркіне сай өмір сүріп, Құдайдың заңының әділ талаптарын орындауымыз. Өзінің ескі күнәһар болмысының еркі бойынша өмір сүретін әрбір жан, сол болмысының қалауын жүзеге асыруға ұмтылады. Ал киелі рухтың жетелеуімен өмір сүретіндер, киелі рухтың қалауын орындауға ниет етеді. Күнәһар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге, ал киелі рухтың еркін орындау шынайы өмір мен тыныштыққа жеткізеді. Ескі күнәһар болмысымыздың ниеті Құдайға қас. Ол Құдайдың заңына бағынбайды, әрі бағына алмайды да. Сондықтан, ескі күнәһар болмысының еркімен өмір сүретіндер Құдайға ұнай алмайды. Бірақ, Құдайдың рухы өмірлерінен орын алғандықтан, сендер ескі күнәһар болмыстарыңның емес, Құдай рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің киелі рухы жоқ адам, Мәсіхтің адам емес. Егерде Мәсіх өзінің рухы арқылы өмірлерінен орын алған болса, онда тәндерің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен, рухтарың ақталудың арқасында мәңгілік өмірге ие. Өлімнен Иса Мәсіхті қайта тірілткен Құдайдың киелі рухы өмірлерінен орын алды. Сондықтан, Құдай бойларыңда тұратын өзінің киелі рухы арқылы сендердің денелеріңді де өлімнен тірілтіп алатын болады. Сондықтан, қымбатты бауырластар, ескі күнәһар болмысымыздың еркімен өмір сүруге міндетті емеспіз. Өйткені, егер оның еркіне сай өмір сүрсеңдер, Құдайдан ажырап, мәңгілік өлімге ұшырайсыңдар. Ал егер киелі рухтың күшімен күнәһар болмыстарының іс-әрекетінен мүлдем бас тартсаңдар, шынайы өмір сүресіңдер. Өйткені Құдай рухының жетелеуімен жүретіндер Құдайдың рухани балалары. Сендер өздеріңді құл етіп, қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Құдайдың рухани баласы еткен киелі рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір иеге сыйынғанда әке, әке деп шақырамыз. Киелі рух Құдайдың рухани баласы екенімізді өз рухымызға растайды. Рухани баласы болғандықтан, оның бізге дайындап қойған мәңгілік игіліктеріне де ие боламыз. Құдай Мәсіхке сыйлағандары іспетті игіліктерді бізге де сыйламақ. Егер Мәсіхтің жолында жүріп, азабына ортақ болсақ, оның салтанатты ұлылығына да ортақ болып, сол игіліктерді қабылдаймыз. Болашақта біз үшін анық көрінетін
салтанатты ұлылықпен салыстырғанда, қазіргі заманның азаптарының түк емес екендігіне әбден сенемін. Бүкіл жаратылыс Құдай өзінің рухани балаларын анық көрсететін күнді сағына күтіп отыр. Өйткені жаратылыс өз еркімен емес, Құдайдың үкімімен өткіншілікке бағынды. Солай бола тұра, Құдай бізге болашақта жаратылыста өткіншіліктің құлдығынан босатылып, Құдайдың рухани балаларының салтанатты ұлылығы мен бостандығына жетет деген үміт берді. Қазірге дейін бүкіл жаратылыстың толғақ азабы секілді бейнет шегіп, ыңқылдай күрсініп жатқанын білеміз. Бірақ ол ғана емес, Құдайдың алғашқы сыйы ретінде киелі рухты қабылдаған біз де іштей ыңқылдай күрсіне отырып, Құдай бізді рухани баласы ретінде өзіне алатын, осылай тәнімізді өткіншіліктен азат ететін күнді сағына күтудеміз. Құтқарылғаннан бері біздің осындай үмітіміз бар. Ал орындалған үмітті ешкім үміт демейді. Өйткені ол іске асқанда үміт болудан қалады. Енді біз әлі де орындалмаған нәрсеге үміт артқандықтан, оны сабырмен сағына күтеміз. Сонымен қатар, әлсіреген бізді киелі рух та қолдайды. Тәңір еден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, киелі рухтың өзі біз үшін өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл күрсінісімізді оған жеткізеді. Ал Тәңір адам жүрегінің түкпір-түкпіріндегіні біледі. Киелі рух Құдайдың адамдары үшін оның еркіне сай өтініш жасағанда, Құдай киелі рухтың ниетін де түгелдей түсінеді. Тағы да мынаны білеміз. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды. Құдай алдын ала білетін біздерді өзінің рухани ұлының үлгісіне ұқсасын. Осылайша рухани ұлы көптеген бауырластарының арасындағы тұңғыш іспетті аса қадірлі болсын деп бұрыннан белгілеп қойған еді. Құдай кімдерді бұрыннан белгілеп қойса, соларды шақырып алды. Шақырып алғандарын ақтап та алды. Ақтап алғандарына ұлылық та сыйлады. Бұл жайында не дейміз? Құдай жақтаса, бізге кім қарсы шығалады? Ол өзінің жалғыз рухани ұлын аямай, оны біз үшін өлімге қиды. Ендеше онымен бірге бізге қажеттінің бәрін қалайша сыйламайды? Құдайдың таңдап алғандарына кім айып тағалады? Құдайдың өзі оларды ақтайды. Ендеше кім үкім шығаралады? Мәсіх Иса біз үшін өлді. Ол қайта тірілді де. Содан ол Құдайдың оң жағынан орын алып, бізді қолдауда. Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыралады? Азап пен қысым ба? Қудалану мен аштық жалаңаштық па? Әлде қауіп пен семсер ме? Забурда мына сөздер жазылған. Сен үшін олар бізді күнде жоюда, сойылатын қой деп бізге қарауда. Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін иеміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз. Мен мынаған нық сенемін. Өлім де, өмір де, періштелер де, жын перлер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Римдіктерге арналған хат. 9 тарау.
Мен Мәсіхпен тығыз байланыстағы адам ретінде жалған емес, шындығын айтып отырмын. Киелі рухқа бағынған ар-ұжданым бұған куә. Қасіретім зор, жүрегім үздіксіз сыздайды. Егер қанымыз бір бауырлас, Яхуди халқының сенімге келу үшін менің қарғысқа ұшырап, Мәсіхтен аластатылуым қажет болса, соған да дайын болар едім. Олар Құдай рухани баласы ретінде қабылдап, өзінің салтанатты ұлылығын көрсетіп, әлденеше келісім жасасқан Исраил халқы. Таурат заңы, киелі үйдегі қызмет және Құдайдың уәделері де солардың үлесінде. Ыбырайым, Ысқақ, Жақып және оның ұлдары осы халықтың түп аталары болған. Мәсіхтің өзі де адам кейпінде олардың ұрпағы болып дүниеге келді. Ол Құдай, бүкіл жаратылыс оның қолында. Ол мәңгі мадақтала берсін. Әумин. Ал яһудилердің көпшілігінің Мәсіхті мойындамағандығы Құдайдың берген сөзін орындамағанын білдірмейді. Исраилден тарағандардың бәрі бірдей шынайы Исраил қауымы емес қой. Ыбырайымнан тарағандардың бәрі бірдей оның Құдай таңдап алған ұрпағы да емес. Қайта Құдай Ыбырайымға: «Сенің ұрпағың Ысқақтан тарайтын болады» деді. Олай болса, Ыбырайымның кіндігінен тараған балалардың бәрі емес, тек Ысқақ сияқты Құдайдың уәдесі бойынша дүниеге келген үрім бұтағы ғана нағыз ұрпағы деп есептеледі. Өйткені Құдайдың Ыбырайымға берген уәдесі былай болған: «Келесі жылы осы уақытта мен саған тағда келемін. Сонда әйелің Сараның ұлы болады». Рабиға жөнінде де тура осылай болды. Оның екі ұлы бір әкеден, яғни түп атамыз Ысқақтан туған. Бірақ егіз ұлдары Есау мен Жақып дүниеге келмей, әрі не жақсылық, не жамандық жасамай тұрған кезде Құдай екеуінің біреуін таңдап алды. Бұл жерде Құдайдың адамдарды олардың істеген істері бойынша емес, өзінің еркі бойынша таңдап алуы айқын көрінеді. Ол Рабиғаға: «Ағасы інісінің қызметшісі болмақ» деген хабар жіберді. Сол сияқты оның мына тәрізді сөздері де жазылған: «Мен Жақыпты сүйіп таңдап алдым, ал Есауды таңдамадым». Бұл нені білдіреді? Құдайдың әділетсіз болғаны ма? Жоқ, мүлдем олай емес. Құдай Мұса пайғамбарға: «Мен қалаған адамыма рақымды боламын, таңдап алғаныма мейірімімді шашамын» деген. Яғни Құдайдың таңдап алуы адамның қалауы мен әрекетіне емес, Құдайдың рақымына байланысты. Тауратта өзіне қарсы шыққан Мысыр патшасы Перғауынға Құдайдың былай дегенде жазылған: «Саған істейтінім арқылы құдіретімді көрсетіп, бүкіл жер жүзіне адымды шығару үшін ғана сені патша етіп қойдым». Сонымен Құдай өзі қалағандарына рақымын төгіп, ал жаратпағандарын қасарыстырып қояды. Мүмкін біреулерің маған: «Олай болса, Құдай бізді неге кінәлайды? Оның еркіне кім қарсы шығалар еді» деп айтарсыңдар. Ей пенде, Құдайға қарсы сөйлейтіндей сен кімсің? Жаратылған нәрсе өзін жаратқанға неге мені осылай жараттың деп айтама? Қайта құмырашы бір балшықтан алып, біреуін сән салтанатқа, келесін қарапайым қолданысқа арнап, екі ыдыс жасаймын десе, ерікті емес пе? Ал мынаған не дейсіңдер? Құдай біреулеріне күнәлары үшін қаһарын төгіп, құдіретін көрсетпек болды.
Бұлар құртылуға лайықты болса да, Құдай солардың жаман іс-әрекеттеріне үлкен сабырлықпен шыдап келген еді. Ал басқалары арқылы Құдай өзінің шексіз ұлылығын көрсетпек болып, оларға рақымын төкті. Бұларды ол көктегі салтанатты ұлылықты емденуге алдын ала дайындаған еді. Осы үшін Құдай бізді яһудилерден ғана емес, басқа ұлттардан да шақырды. Бұл туралы ол Ошия пайғамбар арқылы былай деген: «Мен халқым еместі енді өз халқым деймін, сүймегенімді сүйіктім деп атаймын, және олар халқым емессіңдер делінген жердің өзінде енді мәңгі тірі Құдайдың рухани балалары деп аталады». Ишая пайғамбар Исраил жайында дауыстап мынадай сөздер айтқан: «Исраилдың ұрпақтары теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай сансыз көп болса да, олардың біразы ғана аман қалады. Иә, жаратқан ие бұл үкімін жер бетінде тездеп, шексіз әділдікпен бір жола іске асырады». Ишаяның алдын ала айтып кеткен мына сөзі де дәл келді. Әлемнің иесі біразымызды тірі қалдырмағанда, бізде ежелгі Соддом мен Ғамора қалаларының кебін киіп, толықтай жойылып кеткен болар едік. Бұған не дей аламыз? Құдай алдында ақталуға тырыспаған басқа ұлт адамдары сенімдері арқылы ақталды. Бірақ Таурат заңын орындау арқылы ақталуға тырысқан Исраил халқы бұл мақсатқа жете алмады. Неге жете алмады? Себебі олар сенім арқылы емес, өз еңбектері арқылы ақталуға тырысты. Сондықтан Мәсіх олар үшін сүріндіретін кедергі тас іспетті болды. Бұл туралы да осы тәрізді сөздер алдын ала жазылған еді. «Міне, мен Сион қаласында кедергі тасты орнатып қоямын. Бұған көбі сүрініп құлайды, ал оған сенімін артқан ешкім ұятқа қалмайтын болады лайым». Римдіктерге арналған хат. 10-шы тарау. Қымбатты бауырластар, менің жүрегімнің тілегі және Құдайдан жалбарынып сұрайтыным Исраилдіктердің құтқарылуы. Олардың Құдай үшін ынта көрсетіп жүргендеріне куәмін. Алайда ынталары дұрыс түсінікке негізделмеген. Өйткені олар Құдайдың адамды ақтау жолын ұқпай, өздерінің әділдігін орнатуға тырысты. Осылайша, Тәңір иенің дайындаған ақтау жолын мойындамай қойды. Адамдардың Таурат заңын ұстануға ұмтылысын Мәсіх тоқтатты. Енді оның құрбандық өліміне сенетіндер ақталады. Таурат заңының ережелерін орындау арқылы ақталу туралы Мұса пайғамбар былай деп жазған: «Оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді». Ал сенім жолымен ақталу туралы Тауратта мына тәрізді сөздер айтылған: «Кім көкке көтеріледі? Яғни кім Мәсіхті көктен алып келеді деп іштей сұрама. Немесе кім тұңғиыққа түседі? Яғни кім Мәсіхті өлімнен қайтарып алып келеді?» деп те айтпа. Қайта сенім жолымен ақталу жөнінде былай делінген: «Бұл сөз саған өте жақын, ол аузыңда және жүрегіңде». Сенім туралы біз жариялап жүрген сөз осы: өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі Мәсіхке жүрегімен сенуі арқылы адам күнәсінен ақталады. Оны аузымен мойындауы арқылы құтқарылады. Осы туралы Ишая пайғамбардың жазбасында: «Оған сенімін артқан ешкім ұятқа қалмайтын болады лайым».
делінген ғой. Бұл жерде яһудилер мен басқа ұлттардың араларында айырмашылық жоқ. Олардың жалғыз бір жаратқан иесі бар. Ол өзіне сыйынғандардың бәріне де шексіз рақымды. Себебі Иеміздің атын атап, оған сыйынған әркім құтқарылады деп те жазылған. Енді бұлай деулерің де мүмкін. Олар иемізге сенбесе, қалай оған сыйынады? Ол туралы естімесе, қалай сенеді? Оны ешкім уағыздамаса, қайдан естиді? Ал Құдай жібермесе, қалай уағыздайды? Пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер бар. Татулық туралы ізгі хабарды жеткізушілердің келгені қандай тамаша. Бірақ Құдай ізгі хабарды жіберген болса да, Исраилдіктердің бәрі бірдей оған сенген жоқ, оны қабылдаған да жоқ. Осы туралы Ишая пайғамбар мынадай сөздер айтқан. Уа ием, біздің хабарымызға азғана кісілер сенді. Сонымен сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады. Енді Олар хабарды естіген жоқ па? деп сұрағым келіп тұр. Әрине естіген. Үндері жайылады бар жер бетіне, сөздері таралады жердің шетіне деп Забурда жазылған ғой. Онда мен мүмкін Исраил халқы түсінбеген шығар деп сұраймын. Тіпті басқа ұлттық адамдар оны түсінді ғой. Мұса пайғамбар мұны бірінші болып Құдайдың мына тәрізді сөздерімен алдын ала айтты. Мен халық сиқы жоқ бөтендер арқылы сендердің қызғаныштарыңды оятамын. Иә, өздерің түсінігі жоқ деп санайтын өзге халықпен сендерді ашуландырамын. Ишая пайғамбар бұл туралы батылдық пен Құдайдың мынадай хабарын жеткізді. Іздемегендер мені таба алды. Мен туралы сұрамағандарға өзімді көрсеттім. Ал Исраил халқы жайында Құдай мына тәрізді сөздер айтты. Мен құлақ аспайтын, қасарысқан халықты күні бойы қол созып шақырумен болдым. Римдіктерге арналған хат. 11-ші тарау. Ал енді мынаны сұрайын. Құдай өз халқынан бір жола бас тартты ма? Жоқ, мүлдем олай емес. Мен өзім де Исраилдікпін. Ыбырайымның ұрпағынан, Бунямин руынан тарағанмын. Алайда Мәсіхке сенемін. Демек, Құдай баяғы заманда ерекше таңдап алған халқынан бір жола бас тартқан жоқ. Ілияс пайғамбар туралы пайғамбарлар жазбаларында не айтылғаны естеріңде ме? Ол Құдай алдында Исраил туралы былай деп шағым айтқан. Уа жаратқан ие, олар сенің пайғамбарларыңды өлтіріп, саған арналған құрбандық үстелдерін қиратты. Жалғыз өзім ғана қалдым. Олар енді менің жанымды да алмақшы. Құдайдың оған берген жауабы былай емес пе? Мен өзіме 7.000 адамды аман қалдырып отырмын. Олар маған адал болып, жалған тәңір бағал алдында тізе бүкпегендер. Сол сияқты қазірдің өзінде де Құдай Исраил халқының ішінен рақым етіп таңдап алған шағын топ Мәсіхке сенеді. Ал Құдай рақым етіп таңдаған болса, онда оларды еңбектері үшін таңдамағаны, әйтпесе рақым нағыз рақым болмас еді. Бұның мәнісі не? Исраил халқы көздеген мақсатына жеткен жоқ, бірақ оның ішінен таңдап алынғандар оған жетті. Қалғандары қасарысып, сене алмай қалды. Бұл туралы мынадай сөздер жазылған ғой.
Құдай олардың ақыл саналарын ұйықтатты. Олар көздері болғанмен шындықты көрмейді, құлақтары болғанмен Құдайдың сөзін естімейді. Әлі күнге дейін солай. Жауыз дұшпандарын жаратқан ие дәрменсіз қылсын деп сұраған кезде, Дәуіт пайғамбардың айтқаны мынадай болды. Мол дастарқандары жауларыма тор болсын, бейхам ішкен астары тұзақ боп айналсын, содан олар тұтқындалып жазалансын, көздері көре алмастай тұмандансын, белдері ұдайы бейнеттен бүкшиіп қалсын. Ал енді, яһудилер Мәсіхті қабылдамай күнә жасағанда, Құдайдан бір жолы ажырап кетті ме деп сұрасам деймін. Жоқ, мүлдем олай емес. Алайда олардың безіп кетуі арқылы басқа халықтарға құтқарылу жолы ашылды. Құдай осылай Исраилдіктердің қызғанышын оятпақ. Ендеше, бұлардың безіп кеткендіктері қалған адамзатты рухани байлыққа жеткізсе, әрі зиян шеккендіктері басқа халықтарға пайдалы болса, онда олардың Құдайға толық мойын сұнулары адамзатқа одан да зор игілік әкелмек. Уа, басқа ұлт адамдары, ендігі сөзім сендерге арналады. Мен Мәсіхтің басқа халықтарға жіберген елшісі ретіндегі қызметімді құрметтеймін. Осылайша, ұлттастарымның қызғанышын оятып, олардың да бірсыпырасын құтқарсам деп үміттенемін. Егер Құдайдың бұлардан бас тартуы арқылы басқа халықтар үшін онымен татуласудың жолы ашылса, онда Құдайдың Исраилдіктерді қайтадан қабылдауы қандай болады? Бұл оқиға өлімнен қайта тірілумен бірдей болмақ. Мысалы, алғашқы өнімнен пісіріліп, Құдайға ұсынылатын нанның қасиетті болатындай, соның қалған қамыры да қасиетті. Сол сияқты ағаштың түбірі қасиетті болғанындай, оның бұтақтары да қасиетті. Ал Құдай асыл тұқымды зәйтін ағашының бірнеше бұтақтарын, яғни яһудилердің көпшілігін сындырып тастап, қалғандарының арасына басқа ұлттық сендерді теліп кіріктірді. Сендер жай ғана жабайы зәйтін ағашынан болсаңдар да, енді асыл ағаштың түбінен шыққан шырыннан олармен бірге нәр алып жатырсыңдар. Солай болғандықтан, сындырып алып тасталған сол бұтақтарға бола мақтанып шіренбеңдер. Ал егер біреуің шірене қалсаң, біліп қой, ағаштың түбіне сен нәр бермейсің, қайта түбі саған нәр беріп тұр. Ал сен, Құдай мені теліп кіріктіру үшін бұрынғы бұтақтарды сындырып алып тастады ғой дерсің. Дұрыс, Құдай сол яһудилерді Мәсіхке сенбеген соң, асыл ағаштан, яғни Құдай халқынан сындырып алып тастады. Енді олардың орнында сен тұрсың, өйткені Мәсіхке сенесің. Ендеше өргөкірек болмай, сақ болып жүр. Әйтпесе, тіпті табиғи бұтақтарды аямаған Тәңір иенің сені де аямайтыны сөзсіз. Сонымен, Құдайдың мейірімін әрі қатаңдығын көре аласың. Ол өзіне мойынсынбай, ажырап кеткендерге қатаңдық танытты. Ал егер сен оның мейірімін бағалай білсең, соған кенеле бересің. Бірақ егер оған мойынсынудан бас тартсаң, сен де кесіліп тасталасың. Сол яһудилер сенбеушіліктерінен бас тартса, олар да қайтадан телініп кіріктіріледі. Құдай оларды тағы да телуге құдіретті ғой. Өйткені сендер жабайы зәйтін ағашынан кесіліп алынып, қалыптасқан дағдыға қайшы асыл тұқымды зәйтін ағашына телінгенсіңдер. Сондықтан өзінің
табиғи бұтақтары болғандар, яғни яхудилер, сол ағашқа оп-оңай-ақ телініп қайтарылмай ма? Бауырластарым, сендердің ақыл көйсіп мақтанбауларың үшін мына құпия жоспарды ашқым келеді. Басқа ұлт адамдарының Құдай белгілеген саны оның патшалығына түгелдей кіріп болғанша, Исраил халқының бір бөлігі қасарысып, сенуден бас тартатын болады. Осылай, күллі Исраил құтқарылмақ. Бұл туралы пайғамбарлар жазбаларында мынадай сөздер алдын ала айтылған еді. Сион қаласынан құтқарушы келеді. Ол Жақыптың үрім бұтағын теріс жолдарынан қайтарады. Күнәларын кешірген кезімде менің олармен жасайтын келісімім осы болады. Сол яхудилер ізгі хабарды қабылдамағандықтан, олар Құдаймен қас. Бұның пайдасы сендерге тиюде. Дегенмен Тәңірие ата-бабаларын таңдап алғандықтан, олардың өздерін де сүйеді. Себебі Құдай уәде беріп, таңдап алғандығынан таймайды. Басқа ұлттық сендер бұрын Құдайға мойын сұнбайтын едіңдер, ал қазір яхудилердің мойын сұнбағандығынан оның рақымына ие болдыңдар. Сол секілді бұл яхудилер де қазір Құдайға бағынбай жүр. Бірақ ол сендерге рақым етуі арқылы оларға да өз рақымын қабылдатпақ. Сонымен Құдай барлық адамдардың өзіне мойын сұнбай, құлдықта жүргендерін әшкереледі. Осылай ол бәріне де рақымын көрсетпек. О, неткен бай Құдайдың даналығы, неткен терең оның білік парасаты. Шешімдеріне адам ақылы жетпес, жолдарын оның ешкім зерттеп бітпес. Кім жаратқанның ақыл ойын ұққан, кеңесшісі болып бағыт берді оған. Құнын қайтарып аламын деп Құдайдан кім алдымен бір нәрсесін берген оған. Себебі әлемнің бәрі де Құдайдан, ол арқылы, ол үшін пайда болған. Ылайым Құдай мадақталсын әрқашан. Аумин. Римдіктерге арналған хат. 12-ші тарау. Сонымен, бауырластарым, бізге осындай мол мейірімін төккен үшін өздеріңді Құдай жолына арнауға шақырамын. Өмірлерің Құдайға ұнамды, толықтай бағышталған, тірі құрбандықтай болсын. Оған лайықты рухани қызмет көрсетулерің осы болады. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер. Қайта ой тілектерің Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер оның еркін, ненің игілікті, ұнамды және кемелді екенін ажырата білетін боласыңдар. Иеміз маған берген рақымға сүйене отырып, әрбіреуіңе айтамын. Өздерің туралы тиістісінен артық ойламаңдар. Қайта, Құдайдан сенім арқылы әрқайсыңның үлестеріңе қандай рухани дарындар тигенін ойлай отырып, өздеріңді саналы түрде бағалаңдар. Денеміздің мүшелерінің көп, әрі олардың атқаратын қызметтерінің әртүрлі екеніндей, біз бәрімізде көптігімізге қарамастан Мәсіхтің рухани денесіміз. Осылай өзара байланысқан мүшелеріміз. Құдайдың рақымымен әрқайсымыз ерекше рухани дарындарды қабыл алдық. Сенің пайғамбарлық сөз сөйлеу дарының болса, хабардың Құдайдан келгендігіне деген сеніміңе сай оны жеткіз. Сыбағаңа қызмет ету тиген болса, соныңды атқар. Рухани тәлім беру дарының болса, оны қолдана бер. Кімде жігерлендіруші дарын болса, сонысын орындай берсін. Мұқтаждарға жәрдем үлестіруші де онысын ақ пейілмен атқарсын. Жетекшілік етіп жүргендер
шынайы еңбекқорлық көрсетсін, және қайырымдылық жасайтындар оны қуанышпен істесін. Сүйіспеншіліктерің адал болуы керек. Жамандықты жек көріп, жақсылықты берік ұстаныңдар. Бір-біріңді бауырлардай сүйіп, өз бастарыңнан артық сыйлаңдар. Лайым, жақсылыққа деген талпыныстарың бәсеңдемесін. Иеміздің қызметінде жүріп, рухтарың жалындай берсін. Әрдайым үміттеніп қуаныңдар. Қиыншылыққа шыдап, Құдайға ұдайы сыйыныңдар. Оның мұқтаждыққа душар болған адамдарына көмектесіп, ынта мен қонақжайлылық танытыңдар. Өздеріңді қудалағандарға Құдайдан жақсылық тілеңдер. Оларды қарғамай, ақ баталарыңды беріңдер. Қуанғандардың қуанышына, қайғыланғандардың қайғысына ортақтасыңдар. Өзара ынтымақтас болыңдар. Өркөкірек емес, кішіпейіл болып, өздеріңді басқалардан ақылды санамаңдар. Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар. Іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар. Қолдарыңнан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар. Сүйікті бауырластарым, кек алмаңдар, соны Құдайдың қаһарына қалдырыңдар. Тауратта мынадай сөздер жазылған ғой. Жазалау менің ісім, тиісті жазаларын тартқызамын өзім, дейді иеміз. Ал жауың сенің аш болса тамақтандыр, егерде шөлдесе шөлін қандыр. Мұның менен сен басына оның қызып тұрған шоқ жиғандай боласың. Осылайша жамандықтан жеңілмей, оны жақсылықпен жеңіп шық. Римдіктерге арналған хат. 13-ші тарау. Әрқайсың мемлекеттік билігі барларға мойын сұныңдар. Себебі мемлекеттік биліктің бәрі негізінде Құдайдан. Қазіргі билікті де Құдай орнатқан. Сондықтан билікке қарсы шыққандар Құдайдың орнатқан тәртібіне қарсы тұрады. Мұндай қарсыласқандар жазаларын тартатын болады. Билеушілерден жақсылық істегендер емес, жамандық істегендер қорқуға тиіс. Билік иесінен қорықпай жүргің келсе, жақсылық істей бер. Сонда одан мақтау аласың. Өйткені ол сенің мүддең үшін Құдайға қызмет етуші. Ал егер жамандық істесең, қорыққаның жөн. Ол семсерін беліне бекер байлап жүрген жоқ. Билік иесі Құдайдың қылмыскерге жазасын тартқызатын қызметшісі ғой. Сонымен, сендер тек жазадан қорыққандықтан ғана емес, ар ждандарыңның таза болу үшін де мойын сұнуларың керек. Сондықтан да алым салық төлеп тұрсыңдар. Себебі билік иелері Құдайдың қызметіндегілер. Олар ел басқарумен үздіксіз айналысуда. Әркімге тиістісін беріңдер. Алым салықты салықшыларға, кеден салығын кеденшілерге төлеп, сый-құрмет пен қадірді тиістілерге көрсетіңдер. Қарыздарыңды уақытылы өтеп қайтарыңдар. Әсіресе бір-біріңді сүю парызын өтеп тұрыңдар. Адамның басқаларды сүюі Құдайдың заңын да орындағаны. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, басқаның елігіне сұқтанба. Және тағы басқа бұйрықтар Таурат заңында былай деп тұжырымдалған. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Сүйіспеншілікке кенелген адам маңайындағыларға жамандық істемейді. Сондықтан сүйіспеншілік көрсету, Құдайдың заңын орындау. Осыны іске асырыңдар. Себебі қандай заманда өмір сүріп жатқанымызды білесіңдер. Қазір рухани ұйқыдан оянып, сақ болатын уақытымыз келді.
біздің мәсікке сене бастаған кезімізден көрі, қазір құтқарылуымыз жақынырақ тұр. Түнгі уақыт бітуге таяп қалды, ал мәсіхтің күні жақындады. Сондықтан қара түнектегі жаман істерден бас тартып, жамандыққа қарсы тұратын нұрдың қаруын асынайық. Күндізге жарасатындай әдетпен өмір сүрейік. Шектен тыс той-думанға, маскүнемдікке, неке адалдығын бұзуға, азғындыққа, дау-дамайға әрі күндестікке салынбайық. Одан да еміз Иса Мәсікке беріле түсіп, оны үлгі етіңдер. Ескі болмыстарының күнәлі құмарлықтарын қанағаттандыруды ойлаудан бас тартыңдар. Римдіктерге арналған хат. 14-ші тарау. Сенімі әлсіз бауырластарды, олардың ой пікірлері жөнінде таласпай, қауымдарыңда қабыл алыңдар. Мысалы, біреу маған тамақтың бәрінде жеуге болады деп сенсе, соған күмәнданатын басқа біреу көкөніс қана жейді. Ет жейтін бауырлас, одан бас тартқанды менсінбей жүрмесін. Ал еттен бас тартқан бауырлас, оны жейтінді айыптамасын. Өйткені Құдай соны да қабылдады. Басқа біреудің қызметшісін айыптауға қандай қақың бар? Қызметшісін ақтау не айыптау иесінің ісі. Бауырласың ақталады, әрі теріс жолға түсуден сақталады. Себебі оны сенім жолында ұстауға Тәңір иеміздің құдіреті жеткілікті. Кейбіреулер бір күнді басқасынан қасиеттірек, ал өзгелері күндердің бәрін бірдей қасиетті деп санайды. Әрқайсысы осы мәселелер жайында күмәні болмау үшін, олардың дұрыстығын ойлап, бір нақты шешімге келуі керек. Бір күнді екіншісінен қасиеттірек көретін кісі, оны иеміз үшін істейді. Ал күндерді бірдей көретіннің ниеті де солай. Ет жейтін де мұнысын иемізді құрметтеу үшін істейді. Ол жеген тамағы үшін Құдайға шүкірлік етеді ғой. Одан бас тартқан да солай. Ол да Құдайға шүкірлік етеді. Ешқайсымыз тек өзіміз үшін ғана өмір сүрмейміз де, өлмейміз де. Себебі өмір сүрсек, иемізді даңқтау үшін өмір сүреміз. Ал өлсек, иемізді даңқтау үшін өлеміз. Сонымен өмір сүрсек те, өлсек те, иеміздің меншігіміз. Мәсіх бәрінің де өлгендер мен тірілердің иесі болу үшін жанын құрбан етіп, қайта тірілді. Олай болса, мұндай ережелерді орындамайтын бауырласыңды айыптауға қандай қақың бар? Немесе оларды орындап жүрген бауырласыңа менсінбей қарауға қандай қақың бар? Бәрімізде Құдайдың қиямет сотының алдында тұрып, әшкереленетін боламыз. Ишая пайғамбардың жазбасында мынандай сөздер жазылған. Мәңгі тірі жаратқан ие былай дейді: менің алдымда әрбір адам тізе бүгіп, тіл біткен әр пенде Құдай екенімді мойындайтын болады деп, өз атыммен ант етемін. Демек, әрқайсымыз Құдай алдында өз іс-әрекетіміз үшін есеп береміз. Ендеше бір-бірімізді айыптауды тоқтатайық. Қайта бауырластарыңды істегендерің арқылы тура жолдан тайдырып, азғындыққа түсірмеуге шешім қабылдаңдар. Мен иеміз Исамен байланысқандықтан мынаған кәміл сенемін. Ешқандай тамақ өзінен өзі арам емес. Алайда біреу қайсы бір тағамды арам деп санаса, онда ол сол кісі үшін арам. Ал егер сенің ондай тамақты жеуің бауырласыңның ар-жданы мен сеніміне нұқсан келтірсе, бұл ісің сүйіспеншілікке жатпайды.
тамаққа бола бауырласыңды теріс жолға түсірме. Мәсіх өз жанын сол бауырласың үшін де құрбан етті. Істеріңе бола жұрттың ізгі хабарды ғайбаттауына жол бермеңдер. Құдайдың патшалығы ішіп жеуде емес, киелі рухтың күшімен әділ, өзара тату, қуанышты өмір сүруде. Мәсіхке осылай қызмет еткендер Құдайға ұнамды, адамдарға қадірлі болады. Ендеше өзара тату жүріп, бір-біріміздің рухани өсуімізге көмектесетіннің барлығына жан тәнімізбен ұмтылайық. Жейтін тамаққа бола, бауырластардың өміріндегі Құдайдың ісін бұзба. Әрине, тамақтың бәрі де адал, бірақ біреудің кейбір тағамды ішіп жеуі басқа сенушілердің өз ар-ждандарына қайшы іс істеулеріне түрткі болуы дұрыс емес. Егер ет жеу, шарап ішу, немесе басқа нәрсе істеу бауырласыңның сенім жолынан тайып, азғындыққа елігіп, рухани әлсіреуіне себеп болса, ондай нәрселерден бас тартқаның жөн. Осы мәселе жайында ұстанған сенімің жеке өзің мен Құдай арасында болсын. Өзінің дұрыс деп таңдағанын істегенде, ар-жданы айыптамайтын адам бақытты. Ал бір тамақты жеп отырып, мұным дұрыс емес пе деп күмәнданған адам айыпталады. Себебі ол соны сеніммен істеген жоқ. Адамның дұрыс екендігіне күмәні бола тұра, істеген істерінің бәрі де күнә. Менің Иса Мәсіх туралы уағыздаған ізгі хабарыма деген сенімдеріңді нығайтуға Құдай құдіретті. Бұл ізгі хабар ерте заманнан бері құпия болып келгенмен, қазіргі уақытта ашылып жатыр. Осы хабар мәңгілік Құдайдың бұйрығы бойынша пайғамбарлар жазбаларының уағыздалуы арқылы барлық халықтарға жариялануда. Мұндағы мақсат олардың Мәсіхке сеніп, оған мойын сұнулары. Даналықтың бірден бір иесі Құдай. Оның даңқы Иса Мәсіх арқылы мәңгі арта берсін. Әумин. Римдіктерге арналған хат. 15 тарау. Сенімі берік біздер, күмәнданғандардың Таурат заңына сәйкес іс-әрекеттеріне төзіп, оларға көмектесуге тиіспіз. Тек өзімізге ұнайтынды ғана емес, маңайымыздағы бауырластарға ұнайтынды да істеп, олардың игілігіне әрі рухани өсуіне себепші болуымыз керек. Мәсіх те өзіне емес, көктегі әкеге ұнайтынды істеді. Забурда алдын ала былай деп жазылған. Сені қорлағандардың ғайбаты маған тиген. Киелі жазбалардағы осындай сөздердің бәрі бізге тәлім болсын деп, ежелде жазылып қалдырылды. Керемет болашағымыздан үміт үзбеуіміз үшін, киелі жазбалар арқылы табандылық пен жігерлікке үйренеміз. Осы табандылық пен жігердің бастауы Құдай. Ол сендерді Мәсіх Исаның үлгісіне сай өзара татулыққа жеткізе көрсін. Осылай ынтымақ пен өмір сүріп, иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдайды біргіп мадақтай аласыңдар. Сонымен, Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар. Сендерге айтам, Мәсіх Құдайдың адалдығын дәлелдеу үшін сүндеттеу рәсімін ұстанып келген Исраил халқына қызмет көрсетті. Ол осылай Құдайдың ата-бабаларымызға берген уәдесін іске асырды. Сонымен қатар, Мәсіхтің ісі басқа ұлттық сенушілердің Құдайдың өздеріне деген мейірімін мадақтауларына да себепші болды.
Бұл туралы киелі жазбаларда былай делінген: Басқа халықтар арасында сондықтан сені мадақтаймын, сенің атыңа ән жырымдар арнаймын. Киелі жазбалардың тағы бір жерінде мынадай сөздер бар: Шаттаныңдар енді уа басқа ұлттар, жаратқан иенің халқымен қатар. Сондай-ақ Иемізді даңқтаңдар барлық ұлттар, оны мадақтаңдар күллі халықтар. деп те жазылған. Ал Ишая пайғамбар мынадай сөздерді жазып қалдырған: Есей ұлы Дәуіт патшаның тамырынан өскін іспетті шыққан ұрпақ халықтарға билік құрады. Басқа ұлттар оған үмітін артады. Үмітіміздің бастауы Құдай, қандай жағдайда да бәріңді қуаныш пен тыныштыққа кенелте көрсін. Өздерің оған сене отырып, киелі рухтың құдіреті мен үміттерің молая түссін. Бауырластарым, сендердің ниеттеріңнің ізгілікті болғанына кәміл сенем. Осы жайттар туралы өздеріңе керектілердің бәрінде біліп, бір-біріңе бағыт бағдар көрсете аласыңдар. Бұған қарамастан, мен осы хатымда бір қатар мәселелерді естеріңе түсіріп, едәуір ашық жаздым. Себебі Құдай маған рахым етіп, мынадай міндетті тапсырды: басқа халықтар арасында Иса Мәсіхке діни қызметкер іспетті қызмет етіп, сендерге Құдайдың ізгі хабарын жеткізу. Осылайша, басқа ұлт адамдарының өмірлерін киелі рух арқылы Құдайға бағышталған тірі құрбандық секілді оған ұнамды қылуды көздеймін. Сондықтан, мен Иса Мәсіхпен тығыз байланыста жүріп, Құдай үшін атқарған жұмысымды мақтан тұтамын. Мәсіхтің өзім арқылы істегендерінен басқа еш нәрсе туралы айтуға батылым жетпейді. Басқа халықтардың ізгі хабарды естіп, мойын сұнулары үшін киелі рухтың құдіретімен сөйлеп, әрекеттеніп, уағыздайтындарым Құдайдың хабары екенін растайтын құдіретті кереметтер жасап келдім. Сөйтіп, Иерусалимнен Иллирик өлкесіне дейінгі үлкен шеңберге ұқсас саяхаттарымда Мәсіх туралы ізгі хабарды сол өлкелерде жариялау міндетімді толығымен орындадым. Осылай жүргенде уағыздау жұмысын Мәсіхтің аты әлі де белгісіз жерлерде жүргізуді мақсат тұттым. Басқа кісінің қалап қойған іргетасын пайдаланып, үйін салған біреудей өзгелердің бастаған істеріне араласқым келмеді. Қайта Ишая пайғамбардың жазбасындағы мынадай сөздер орындалып отыр: Ол туралы еш хабар алмағандар енді көреді, әрі еш естімегендер енді түсінеді. Сендерге баруыма қайта-қайта бөгет болғанда осы міндетім еді. Ал енді бұл өлкелерде менің уағыз жүргізуге тиіс жерлерім қалмағандықтан, оның үстіне көп жылдан бері сендерді көрсем деп аңсағандықтан, Испанияға аттанғанда өздеріңе соқпақпын. Себебі мен сапар барысында сендерді көріп, біраз уақыт бірге болып, қуанышқа кенелгеннен кейін, сендер мені солай қарай шығарып саларсыңдар деген үмітім бар. Алайда дәл қазір Иерусалимге сапар шегіп, Құдайдың сол жердегі адамдарына қызмет көрсетпекпін. Македония мен Ахаядағы қауымдар Құдайдың Иерусалимдегі адамдарының арасындағы мұқтаждары үшін ақша жинауды дұрыс деп тауып, оны зор ынтамен ұйымдастырды. Бұлай істеуді өздері шешті. Шынында да, олар Исраилдік қауымдар алдында қарыздар ғой. Басқа ұлттық сенушілер Құдайдың бұрыннан таңдап алған
Исраил халқының рухани қазыналарынан үлес алғандықтан, олар өз кезегінде Исраилдіктермен бұ дүниелік игіліктермен де бөлісуге тиіс. Осыны орындап, жинағаннан түскен өнімді аман есен апарып тапсырған соң, Испанияға беттеп, жол жөнекей сендерге соқпақпын. Сол кезде Мәсіхтің жарылқауына молынан кенелетінімізге еш күмәнім жоқ. Бауырластарым, сендерден иеміз Иса Мәсіхтің атымен және киелі рухтың сүйіспеншілігімен өтінем. Құдайға мен үшін сыйына отырып, рухани күресіме атсалсыңдар. Ол мені Яхудея аймағындағы сенбеушілерден құтқарсын. Әрі Иерусалимдегі қызметім Құдайдың адамдарына ұнамды болсын. Осылай мен, Құдай қаласа, қуана-қуана сендерге келмекпін. Сонда біз бірге болып, көңілімізді өзара орнықтырамыз. Тыныштық сыйлайтын Құдай бәріңе де жар болсын. Әумин. Римдіктерге арналған хат. 16 тарау. Сендерге бауырласымыз Фөбе апайды ұсынамын. Ол Кенихреядағы қауымның қызметшісі. Оны иеміздің кісісі ретінде Құдайдың адамдарына лайықты қабылдап, мұқтаж нәрселермен қамтамасыз етіңдер. Бұл кісі көп адамдарға қамқорлық жасап келеді. Солардың арасында мен де бармын. Мәсіх Исаның қызметіндегі әріптестерім Прискила мен Ақилаға сәлем айтыңдар. Олар мен үшін өмірін қиюға дайын болды. Бұған өзім ғана емес, басқа халықтардың күллі қауымдары да алғыс айтуда. Екеуінің үйінде бас қосатын қауымға да сәлемімді жеткізіңдер. Азия өлкесінде Мәсіх жолына түскен алғашқылардың бірі болған сүйікті Эпенетке де сәлем. Сендер үшін жан аямай қызмет еткен Мәриямға да сәлем айтыңдар. Түрмеде бірге отырған ағайындарым Андроник пен Юнияға да сәлем. Елшілер арасында абыройлары ерекше, олар менен бұрын Мәсіхтің жолына түсті. Иемізбен байланысымыздағы ерекше жақсы көретін бауырласым Амплиға да сәлем. Мәсіхтің қызметіндегі әріптесіміз Құрбанға және қымбатты досым Стахиға сәлемімді жеткізіңдер. Мәсіхке деген сенімі дәлелденген Апеллеске де сәлем. Аристобулдың отбасына сәлем айтыңдар. Туысқаным Ирадионға, иеміздің қарамағындағы Нарқистің үй ішіндегілерге де сәлем. Иеміз үшін құлшына жұмыс істеп жүрген Трифена мен Трифозаға сәлем айтыңдар. Иеміз үшін көп еңбек сіңірген қымбатты Персидаға да сәлем. Иеміздің таңдаулысы Руфқа және оның маған да ана болған шешесіне сәлем. Асинкритке, Флегонға, Ерімге, Патропқа, Ермиге және олармен бірге бас қосатын бауырластарға да сәлем жолдаймын. Филолог пен Юлияға, Нире мен оның қарындасына және Олимпанға, сондай-ақ олармен бірге жиналатын Құдайдың барлық адамдарына да сәлем айтыңдар. Шын жүректен бір-біріңе сүйіспеншіліктеріңді білдіріп, сәлемімізді жеткізіңдер. Мәсіхтің осындағы барлық қауымдары сендерге сәлем жолдауда. Бауырластарым, сендерге өтіне айтарым. Жік шығарып, өздеріңе үйреткен ілімге қарсы араздық туғызушылардан сақ болып, аулақ жүріңдер. Мұндайлар иеміз Иса Мәсіхке қызмет етпейді. Қайта қарындарының ғана қамын ойлап, жағымпазданып, майда да сылдыр сөздерімен
тәжірибесіздерді алдайды. Сендердің Құдайға мойын сұнғандықтарың әлемге әйгілі болды. Сондықтан сендер үшін қуаныштымын, әрі жақсылыққа дана, жамандықтан аулақ болуларыңды тілеймін. Тыныштық сыйлайтын Құдай жуық арада әзәзіл шайтанды аяқтарыңа жығып бермек. Иеміз Иса Мәсіх сендерге жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин. Қызметкерім Тимотей және ағайындарым Луси, Ясон және Сосипатр сәлем айтуда. Осы хатты Паул үшін қағазға түсіріп отырған мен, Терти, Иса Мәсіхпен жүрген сендерге сәлем жолдаймын. Маған және бүкіл қауымға қонақжайлылық танытқан Гайдан да сәлем. Осы қаланың қазына бастығы Ераст пен бауырласымыз Кварт та сәлем айтуда. Бәріңе де иеміз Иса Мәсіх жар болып, рақымын жаудыра көрсін. Әумин.